Баршаңызға сәлем. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз мына датаны талдайтын боламыз. Бұл дата бойынша кодировкалары 336 2911 деген кодировкалар шықты. Ол кодировкалар бізге не үшін керек? Жалпы біз қандай адамбыз? Одан сайын тереңінен білуге бізге көмектеседі. Және өзіміздің миссиямыз, жерге келудегі предназначениемізді анықтауға көмектеседі. 336 деген мына кодировка, бұл жалпы сауда құдайы деп айтады, яғни байлық коды. Мұндай адамдар өте шаруақор, іскер келеді. Олар қажылық, адалдық, яғни міндетті түрде жаңағыдай ұрлықтан аулақ болу керек. Сонда өмірінде барлығы жақсы болады. Мыңдық коды бар адам екен, 2911 деген, бұл бізде мыңдық код. Мыңдық код деген ол жайдан жай адамда болмайды. Яғни мыңдық кодты таңдап келген душа, ол тарихта із қалдыру үшін келген адам. Мұғалімдер, жаттықтырушылар, психолог, нумеролог, астролог деген сияқты. Осы именно әлеуметтік қызметкерлер шығады. Яғни 2911 кодировкасымен туылған кісілерде басым көпшілігі білімге, ғылымға бағытталған. Мінездемесін айтып кететін болсақ, бұл кісіде мінезі құбылмалы, энергиясы өте жақсы. Донор есебінде 2-3 бар. Бұндай адамдар көбінде өмір бойы ізденісте, вечный студент, денсаулық жағынан әлсіздеу, интуиция жақсы, алданып қалу деген нәрселерден жалпы аулақ, интуициясы жақсы, жалқаулығы жоқ, яғни бір істі істеймін десе мақсаты бар, қайда кетіп бара жатқанын біледі, өз ойындағыға жетпей қоймайтын кісі. Удачасы бар. 8 деген сан жоқ болып тұр. Кешілікке жалпы жауап беретін сан. 336 бойынша айттық қой, барлығын заңдастырып, осылай жұмыс істеу керек деп. Тем более бұл кісіде 8 де жоқ болып тұр. Яғни двойной болып тұр. 8 жоқ кезде заңсыз іс-әрекеттер жасайтын болса, кішкене болсын тіпті, бірден көрінеді ондай кезде. Бірден соққы беруі мүмкін. Айтады ғой, мен шыққан күн ай жарық деп. Вот осындай кісілер ғой. Тез ұсталып қалады бұл кісі. 7 көмектесуі мүмкін, бірақ мына 8-дің соққы беруі өте тез болады. Сондықтан заң мәселесімен абай болу керек. 3-9 есте сақтау қабілеті, жауап беретін сан. Бұл кісіде өте жақсы, мегамозг деп айтады. Миында ақпарат өте көп, оны шығару керек. Треугольник интеллекті ол өте күшті. Яғни баспен жұмыс жасауға 2911 қалай орындау керектігі барлығы көрініп тұр ғой бұл кісіде. Яғни осыны пайдалану керек, осындай мықты тұстары бар. Жауапкершілік алу маңызды. Минус тұстары болып. Оны толтыруға болады, яғни қалай толтырады? Жауапкершілік өміріне алу арқылы. Карманың саны жалпы өте көп. Бір кармасын ғана айтып кетейін. Өткен өмірінде әйел адамдарға, яғни анасына сатқындық жасаған. Осы өмірде ол қалай возврат көрсетеді? Анасынан сатқындық көруі мүмкін. Яғни ол деген сөз ерте айырылу тоже анасынан сатқындық болып есептеледі жалпы адамда. Немесе анасы суық қарым-қатынас таныту, анасы тастап кетуі, немесе анасының қатал болуы, осылай возврат кармы, осылай қайтады. Мінезінде қандай көріністері болуы мүмкін? Ер адам болса, қыздары болса, немесе әйелі қатты тәртіпте ұстау, жаңағыдай шектен тыс қызғаныш, әйелдерге деген құрметсіздік таныту, уступкаға келе алмай жұмыстағы әйелдермен жаңағыдай именно әйел женский полмен сыйыспау. Айналыңызда енді байқап көріңіздер, жалпы екісі туылған кісілер болса, не істеп жүр, именно қандай позицияда, көбінде сіздердің көздеріңізге түсіп қалады. Көбінде болады бір коллективте. Қашан көрсеңіз жаңағы әйел адамдармен қырлатта жатады. Сіз оның просто датасын алып қарасаңыз, есептеген кезде оның барлығы шығады. Бұл карма жалпы өзімен қандай ауруларды алып келеді? Балалы бола алмау, түсіктің көп болуы, яғни қыз баласы болса егер, немесе ер адам болса, қыздары көп болады. Сосын сол қыздармен қарым-қатынасты туралау керек болады. Именно қыз баланы не үшін береді?
себеп бұл кісінің кармасы болып тұр ғой. Сол себепті қыз бала көп болуы мүмкін. Сондай жағдайда ер адамдарда байқалады, қыз баланы жақтырмай, қыз бала туылса ұл ту деген сияқты дөрекі қарым-қатынастар байқалады. Ондай болмау керек та, наоборот, бұл олай егер жасайтын болса бұл кісі одан сайын кармасын күшейтеді. Яғни өткен өмірінде дұрыс емес әрекет жасап тұр ғой, сол анасына сатқындық, жаңағы әйел адамға сатқындық жасап. Енді мына өмірде өзіне осылай қайтады. Бізде осындай қысқа разбор болды. Өзіңізге толық разбор алғыңыз келсе, WhatsApp-ға өтіңіз. Келіп лайк басып кетіңіздер.